Армысыз қазақ ұлты, баршаңызға Алланың сәлем болсын. Ұлықтаушы Алла қазақтың мәртебесін үстем етсін. Осы қазақ деген ұлтты жоқ қылуға тырысып жатыр. Не себепті, неге қазақ жойылу керек? Себеп біреу ақ. Мен сіздерге шамам келгенше түсіндіріп көрейін. Бүткіл әлемде цифризация, мобилизация, дебилизация, адресация, гинекализацияның бәрінің түбі жұлдызшы, құсшы деген бәрі бар. Бекаслауленің жазған кітабы бар. Әлі күнге дейін оны дұрыстап аударамай жатыр. Енді себеп бүткіл сақ дәуірінен бастап әлемдегі ғылыми орталық жаңағы біздің бүгінгі жасап жатқан цифризациямыздың бәрі біздің заманымыздан бұрын сақ дәуірінде біздің бабаларымыз анау пирамиданың ішіндегі азиаттар фараондардан бастап түгел таңбаларды көрдіңіз ғой, олардың бәрі ғарыш пен екі ортадағы қарым қатынастағы жазылған тақырыпты жазу. Оның бәрі қазақтың жазуы. Қазақтың ұруларының таңбаларының бәрі өзі ол ғарышпен, 7 атаңмен, 10 атаңмен, 100 атаңмен, 1000 атаңмен адам атадан бері келатқан үлкен таңбалы цифризация ол. Осының бәрін жоқ қылуды әлемдік деңгейде біз Шыңғысханның заманына дейін білгенбіз. Шыңғысханның заманында 108 қаланы Қазақстанның жердің астына батырып жіберіп, көміп жойып жіберіп, қазақ деген ұлт мал болған деп, содан кейін өздерін қазақты жою үшін Шыңғысханнан бастап біздің заманымызға даламызда небір Рашид Адин айтты, анау айтты, мынау айтты деген ақпараттық адамдармен қазақты жойып, бүгін тупизмге алып келді, таза қой баранға алып келді. Енді сол ана тұрған дайын ақпаратты олар бәленбай жылдап, ғасырлап биыларына тоқты. Сөйтіп сол ақпараттың ішінен телефон ойлап табу, телевизор ойлап табу шығарса, біздің бабаларымыз оны сол заманда отырып, ана пирамидалардағы тұрған танкі, бәрін көрді ғой, болашақты сол кезде жазған. Біздің бабаларымыз сол замандарында сол әріптермен, сол таңбалармен ғарыштық деңгейдегі әлем пердесін аша отырып, ғаламшардың ар жағында, бер жағымен де ақпараттар алмасып отырып, жұлдыздар жорамалын жасап, және жұлдыздардың нумерология дейді ғой, таңбаларын қойып, түгел ашқан. Енді қалай оның бәрі құртты, білесіздер, біздің отырардан бастап бүткіл Шыңғысхан заманда болған қалалардың бәрінің қарасаң канализациясы, банясы бәрі бар. Осының бәрін жойып жіберді. Енді қазіргі айтады, ауадан тоғалуға болады, анадан неға болады. Білесіздер ма, сол замандардағы біреусі Түркістандағы баня, бірақ шырақпен жанған. Оны да сол кезде біздің бабаларымыз осы цифризациямен жасаған. Және ДНК-лық код, және бүгін ұстап жүрген телефондардың ақпараттар алмасу, ғарышқа жеткізу, және қазір ауада жүретін машиналарды да біздің қазақтың бабалар ұрпақтары білет қалай жасауды. Және тоқ өндіруді, және су шығаруды, және басқа да лабораториялық жұмыстарды. Сақ дәуірінен бастап алтын қорытқан, күміс қорытқан. Осының бәрін білген қазақ, алтындан аптап киім киген қазақ тупой болды деген сенесіз бе? Енді мынау олардың ойлап тауып милары ғасырлап енді жетіп ашайын деп еді. Қазақтар қайтадан өз егемендігін алып, әрқайсысы өз аруағын іздей бастап еді. Қазақты дамыған жастар көбейіп кетіп еді. Қазақты жою керек, өйткені цифризацияның түбіне қайтып барғанда қазақтар қайтадан өз орнына. Енді олар шығармау үшін қазақтың тілін, дінін бәрін жоққа жіберіп, қайтадан ашу. Сондықтан мың жерден тырыссаңдар да қазақты жоямыз деген бүткіл әлемдік планның ішінде біздің ат салысып жатқан өзіміздің сатқындар. Сондықтан мен сіздерге айтарым, қайтадан мен не үшін таңба ұру керек етіп жатыр. Біз өз цифризациямызды алып, қайтадан әлемге өзіміздің күшімізді көрсетуіміз керек. Бүткіл таңбада тұрған жазулардың бәрі, әлемдегі тастағы, фараондардың тастағы іштегі суреттердегі барлығы ол біздің заманымызға дейін біздің бабалардың бізге арнап кеткен жазулары. Сондықтан айтамын, бар болыңыздар. Біз қазақ қайткенде осы цифризация, телефоныңды, телевизорыңды да, танкыңды да, басқа қарулардың бәрін, осының бәрін көріп біз тасқа жазып кеткенбіз. Анау Египеттің пирамидаларының ішіне. Бар болыңыздар ағайын.